Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, қан ұсақ тамырлар мен капиллярларға енуі қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне бастасымен-ақ арнайы маман кеңесін алып, емдік шараларын бастау қажет. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың болуы әбден мүмкін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Қанның қоюлануына сапасыз су әсер етеді. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсау керек болады. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қанның қызыл жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз, яғни ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілеттерінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Сонымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда артемия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта болады. Қол-аяқтың шаншуы. Әдетте шаншу қол-аяқтардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Мазасыздану. Алаңдаушылықтың сезімінің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі мазаланып, алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың арт жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды немесе теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауру. Қан қоюланғаннан адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емдеу жолдары. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу.
Егер қан жасушаларының, яғни эритроциттердің саны көп болса, онда қан қоюланады деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Оның ішінде биохимиялық қан сараптамасы, магниттік резонансты томография, компьютерлік томография және эхокардиография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындарды ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, ақ қырыққабат, брокколи және жеміс-жидектер, құлпынай, жүзім және ананас. Осы аталған жемістерді үзбей жеу қажет. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақты жеуге болады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өздеріңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз.